Бүгінгі біздің тақырыбымыз математикалық сауаттылық, негізгі формулалар мен есептер шығару жолдары. Қозғалысқа байланысты есептер: жылдамдық, уақыт және қашықтық арасындағы байланыс. Қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Ал екі дене бір-біріне қарама-қарсы жүрсе, жылдамдықтар қосылады. Қуып жету қозғалысында жылдамдықтары алынады. Қозғалыс есебіне мысал: есептің шарты бойынша екі қаладан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі автомобиль шықты. Олардың жылдамдықтары сәйкесінше 60 және 80 км/сағат. 3 сағаттан кейінгі олардың арақашықтығы қандай болады? Бұл есепті шығару үшін қарама-қарсы бағыттағы формуланы қолданамыз. Яғни екі дене бір-біріне қарсы жүрсе, олардың жылдамдықтары қосылады. Яғни 60 пен 80-ді қосып 3-ке көбейтеміз. Сонда бізде ізделінген жауап 420 км екен. Проценттер және пайыздық есептер: күнделікті өмірдегі қаржылық сауаттылықтағы пайыздар. Проценттермен жұмыс алгоритмі: процентті табу үшін санды 100-ге бөліп, процент санына көбейту керек. Екінші, санды проценті бойынша табу үшін А тең Б бөлінген П көбейту 100, яғни берілген мәнді процентке бөліп 100-ге көбейту керек. Үшінші, проценттік қатынас: бір санның екінші санға қатынасын процентпен өрнектеу үшін П тең Б бөлінген А көбейту 100% формуласы қолданылады. Күрделі және жай пайыздар: жай пайыздық өсім тек бастапқы сомаға ғана пайыз қосылатын жағдай. Ал күрделі пайыздық өсім пайыз сомасы келесі кезеңнің капиталына қосылады. Яғни депозиттер мен инфляцияны есептеуде қолданылатын формула. Геометриялық фигуралар: аудан мен көлемді есептеудің маңызды формулалары. Көп қолданылатын аудан формулалары: фигура, яғни шаршы болса, формуласы S тең А квадрат. Тік төртбұрыш S тең АБ, дөңгелек S тең пи квадрат, үшбұрыш S тең 2/1 AH. Ықтималдықтар теориясы: классикалық анықтама: P тең M бөлінген N. Мұндағы M қолайлы нәтижелер саны, N барлық тең мүмкіндікті нәтижелер саны. Ықтималдық әрқашан 0 мен 1 арасында болады. Есептер шығарудың 4 қадамы: талдау, яғни мәтінді мұқият оқып, шарттарды анықтайды. Екінші, модельдеу, қажетті формуланы немесе теңдеуді таңдау. Үшінші, есептеу, математикалық амалдарды қатесіз орындау. Төртінші, тексеру, яғни жауаптың логикалық сәйкестіктерін тексеру. Назарларыңызға рахмет.